Сәлеметсіз бе? Мен доктор Нитяндамын. Аполлон Грин көшесіндегі пульмонолог консультантмын. Бүгін мен КАП туралы айтатын боламын. Сонымен КАП дегеніміз не? Бұл өкпенің созылмалы обструктивті ауруы. Оның екі компоненті бар. Созылмалы бронхит және басқасы эмфизема. Біріншіден, біз КАП таралуының не екенін көреміз. КАП-ның таралуы әлем бойынша шамамен 7 деп бағаланады. Сонымен КАП мен ауыратын науқастар қалай көрінеді? КАП мен ауыратын науқастар әдетте созылмалы жөтелмен және аздаған қақырық бөлінуімен келеді. Ауру асқынған сайын науқастарда ентігу пайда болады. Ауыр жағдайларда науқастар ая ісінуімен және тыныс жетіспеушілігімен келеді. КАП-ның себептері қандай? Ең жиі кездесетін себеп темекі шегу. Оған белсенді де, пассивті темекі шегу де жатады. КАП-ға бейімдейтін басқа жағдайларға жұмыс орнындағы әсерлер, яғни үй ішіндегі және сыртқы ластанулар, сондай-ақ ұзаққа созылған созылмалы тыныс алу аурулары, оның ішінде бұрынғы туберкулез ауруы да жатады. КАП-ны қалай анықтаймыз? КАП науқастарын әдетте өкпенің функциялық тесті негізінде анықтаймыз. Біз оны спирометрия деп атаймыз, сонымен қатар кеуде қуысының рентгенінде жасау қажет. Кейбір таңдаулы жағдайларда өкпе обырына скрининг жасау керек болса, құрт кеуде томографиясын ұсынамыз. Оларды қалай емдейміз? Негізінен емдеу ингаляторлардан басталады. Бұл ингалятордың дозасымен қолдану жиілігі КАП-ның ауырлығына байланысты болады. Ауыр жағдайларда науқасқа небулайзерді тағайындау қажет болады. Сондай-ақ біз науқасты жүрек жеткіліксіздігі сияқты қосымша асқынуларға, КАП-мен байланысты жағдайларға, мысалы ұйқы апноясы, остеопороз, депрессияға скринингтен өткіземіз және науқастың өкпе обырына скринингке үміткер екенін де қарауымыз керек. Ең ауыр жағдайларда біз науқаспен трансплантация қажеттілігі туралы кеңес өткіземіз.